Оның аузын жапқан мен айтам міне ал. Енші мен апарып жап, соттап түрмеге жауып. Мұны менен сонда проблеманы шешеміз деп отырма, мен ұқпадым. Міне, одан бері жарты жыл өтті. Сол қайда? Сол жол қайда? Енді бұл жерде Думан туралы айтқанда, Думан осы депутаттыққа түскенде, осы биылғы март айында болды ғой. Сонда оның қой әлеуметтік мәселені көтерді, оның ішінде осы мына біздің Ащыбұлақтың жолы. Содан кейін мына дача мәселесін, бұл дача деген мәселені ол мүлдем алып тастау керек қолданыстан. Не ауыл мәртебесін беру керек, не қалаға қосу керек деді. Мына жолдың мәселесі осы. Сол кезде осы мына Жомарттың халқы да шыққан болатын, осы жол мәселесін көтеріп. Сол кезде Думан барып түсірді, сол кезде мен бір күлкімді келтіретіні, осы Ащыбұлақтың ауылдық әкімі. Сонда келіп, қолында телефоны бар. Телефонмен көрсетеді. Міне, егерде мына бақат бітсе, мынандай болады деп. Жарқырап тұрған жолдар. Телефонда ма сонда суреттен көрсетіп жатыр? Суреттен көрсетіп жатыр да. Сол кезде сіздерге дейді, бұл ауыл мәртебесі керегі де жоқ болып қалады. Аға, мына жолдар туралы айтыңызшы. Мына жолдардың бәрі тесік міне. Осы жол жөнделмегелі. Мұның үстіне жол туралы айтқанда. Менің бір таңғалатыным, біз мысалы осында қаншама адам тұрады. Міне мәшине деген ағылып жатыр. Бірінен кейін бірі кетіп жатыр. Мұның бәрі қисық немен жүр міне. Жолдың бәрі мынау түрі. Осыны көтеретін бір адам, бір не жоқ. Бұлай қарап отырсаң. Сонда осы жол, осы әлеуметтік мәселе тек қана Думанға ғана керек сияқты болып қалды да. Енді қазір ол осыны айтам деп, міне түрмеде жатыр. 9 айдан бері. Оның өзінің көтерген мәселесі сол болатын, осы жолды жөндеу, ауыл мәртебесін беру. Енді кеп сондағы біздің әкімнің көрсеткені, міне мынандай немен тұрасыздар, жолдарыңыз сайрап тұрады деп. Міне, одан бері жарты жыл өтті. Сол қайда? Сол жол қайда? Әлі сол шұрық тесікпен әлі жүрміз. Оның үстіне осында ағылып жатқан мәшинелердің бәрі Іле ауданына барып налогын төлейміз. Ал енді жол жөндеуге келгенде сендер дачасыңдар, сендердің жолдарыңды дачный кооператив жөндеу керек дейді. Ал дачный кооператив бізден ақша сұрайды. Айына баяғы сендер 6000-нан ақша салып тұрсаңдар, біз мына жолды жөндейміз дейді. Сонда біз неге 2 рет бұлар бізді қинайды? Налогын бір төлейді екенбіз. Жолды жөндеген ақша жинап береді екенбіз. Сонда әлгі әкімнің телефонындағы жақсы өмір, жақсы жолда өмір сүре береміз бе біз? Міне, түнде де осылай, машиналар жүре алмайды. Думанның үйіне таяқ тастам жер қалдық. Күндізгісін көрдіңіздер, енді түнгісін көресіздер. Міне, мына жерде де міне шұрық тесік. Міне көріктер осылай жол таңдап жүріп жатыр. Тесік. Мынау Думанның үйі. Неге біз сөйтіп өмір сүруіміз керек? Мына адам мына сайтанның өзі аяғын сындырады мына шұңқырдан. Міне осыны көтерім деп, осындай нәрселерді айтам деп, шындықты бетке айтқан үшін, шындық ешқашан жігіңде жақпайды. Ең аяқ Тоқаевтың өзіне де жақпады, қанды қаңтарды айтқан үшін. Қанды қаңтарды да айтты. Халықтың мұқтажын да айтты. Міне жолдың түрі мынау. Мәшиненің жүрісі анау. Сонда осы шындықты айтты, осының бәрін көрсетті деп, сол үшін қамап отыр. Сонда біз әкімнің телефонындағы жақсы жолы менен жарқыраған себеппен ғана өмір сүруіміз керек болып тұр ғой. Мына жерде біздің себеттің мәселесіне келгенде, себеттің ақшасын тағы көтерді. Енді 34 теңгеден ба, 31 теңгеден ба төлеуіміз керек екен. Сонда мұның ақшасының бәрі қайда кетіп жатыр?
жол жөндеуге өзіміз ақша жинасақ, светті өзіміз төлесек. Мен жарайды светім төлеп бер деп отырған жоқпын, бірақ светтің бағасы неге қымбаттатады? Сонда біз басқа Ресейден тоқ сатып алып отырмыз ба? Мұның бәрі не нәрсе, мен ұқпадым. Былай қарап отырсаң, енді осы жерде тағы бір айтатын. Халық өз бетімен өзі, мына жоғары жақтағы өз бетімен өзі өмір сүріп жатыр ғой. Бір анархия болды. Әркім ойына келгенін істейді. Әкімдіктегілер олар мына бакат бітсе, жақсы өмір сүресіңдер деп еді. Бакат бітті. Бакаттың өзіне біз айына 3700 бірдеме теңге ақша төлейді екенбіз. Ол мына Қазавтожолдың жолынан бөлек. Бұл жол. Ана жолы мен бардым, ары өтіп бері өтіп жүрдім, төлейтін жер жоқ. Ақша төлемейтін бір бос жатқан дүние екен ғой деп жүрдім. Содан барсам, сіз 9000 теңге қарыз болып қалыпсыз дейді. Аспаннан келді ба? О қарыз қайдан келді? Сонда баяғыда әлгі бір тарихтан оқығанда көрсетіп жүрді, бір аяғын көтеріп тұрған әлгі шаруа туралы. Өйткені басатын жер жоқ деп. Сонда бізге де басатын жер жоқ болды ма? Жолдың шұңқырдың несі мынау міне? Мұны жөндеңдер десе, сендер дачный кооперативсіңдер, солар жөндеу керек дейді. Сонда біз налогты неге бет алды төлеуіміз керек? Одан да мұны ауыл мәртебесін берсін, соған төлейік, сол ақшасында жолды да жөндейді. Оны біреу жеп жатыр одан да, сол ақшаның бәрін. Әйтпесе қайда кетеді ол? Кооперативке айтсаң айтады, біздің шамамыз жетпейді. Сендер ай сайын 6000-дан ақша жинаңдар. Сонда осы жол жөнделеді. Жөнделген жолдың түрі мынау міне. Жаныңа бата ма, батпай ма? Аныл осының бәрін айтам деп міне. Түрмеде отырғанда 9 ай болды. Не тергеу жоқ, не жауап жоқ. Тергеп жатырмыз дейді, оны кім тергеп жатқан белгісіз. Не тергеуші бар маған оған? Тергеудің сыйқы сол. Әншейін апарды, жапты, бітті. Заң жоқ. Баспасына бей болған өңкөй қиқым кетірді ғой мінекі елдің сыйқым деп. Баспасына бей болған. Әркім өз білгенін істейді. Болды. Әкімге барып, ой жол жаман, анау-мынау деп айтсаң, телефонын алып шығады, міне, мынандай жолда өмір сүресіңдер деп. Сендерге ауылдың мәртебесі де керек жоқ деп. Қане сол? Бакат бітті, бакатты айына ақша төлеп онда жүрміз. Қазавтожолға бөлек төлейді екенбіз. Мынаған бөлек төлейміз. Бұл не? Адам түсінбейтін бірдеме әйтеуір. Налогтың бәрін оны көтерді. Тамақтың бағасы ол улай. Қазақстан деген бай осы, керемет мемлекет дейді, соның байлығының бәрі қайда? Ұқсам бұйырмасын. Міне өзің көріп білесің ғой, міне мәшинелер келе жатыр. Чұрық-чұрық тесік, жол. Осыған жүргеніне риза. Бұлай қарап отырсаң, бір жағынан халыққа зыды жаның ашиды. Баспасында бәленбай кредит алмайық десе оған болмайды, өмір сүре алмайды. Осы жолменен жүреді, өз дүңкілдетіп. Аузын ашқанды қамайды. Халықтың қамын жеген думан 9 ай жатыр, оны көргеннен кейін ел қайдан аузын ашады. Ана жақтағы қаншама адамдар сол халықтың мұңын мұқтап, жоғын жоқтап жүрген белсенділерді көз ашырмай, бірінен кейін бірін соттап түрмеге жауып. Мұныменен сонда проблеманы шешеміз деп отырма, мен ұқпадым. Сонда сен жаманшылығын айтпа, тек мақтай бер, сонда неменесін мақтаймыз? Ал айтшы. Жарайды, мақтайын осы мен. Осы керемет мынау. Ауылды гүлдендірді деп. Әгі театр киімілгіштен басталады демекші, ауылдың сәні, ауылдың көркі жолдан басталады. Дегенде әкім мырза, мына жолға назар аударыңыз. Сіздер халықты қанағанды қойыңыздар. Оның бәрі қайда кетеді? Сол ақшаның бәрі неге запаста тұрмайды? Неге мына жолды жөндеуге бермейді соны? Талан-тараж жасап, оның бәрін жеп аласыңдар да, соның халықтың өзіне сендер неменеге қарайсыңдар, дачаға қарайсыңдар, біз араласа алмаймыз дачаның ішіне деп. Бөліңдер, ауыл қылыңдар, онда араласа алмасаңдар. Не сұмдық мынаның бәрі? Осы шындықты айтам деп,
Ала менің ұлым міне 9 ай болды. Түрмеде жатыр. Оның аузын жапқан мен айтам міне ал. Енші мен апарып жап. Әкім мырза, өзің ісіңе өзің жауап бере алмайтын болсаңдар, мына жолды қалай жөндейсіңдер? Қана айтыңдаршы. Тағы да елден ақша жина деп өзі жетпей жатқан ақшаны енді осы жолға бөлейік біз. Міне жағдай осы, Абзал балам. Мынаның бәрін түсіруге келген екенсің, сен де сол шындықта Думан айтқан шындықты қайтадан айтып міне бізде. Ағы айта алтайды. Жамал апам қартайды деп, міне ақыр қартайды. Думанның көрген күн анау міне. Не оған бара алмаймыз. 2 жұмада бір барамыз. Одан жиі барайын десең, ақшаның ыңғайы келмейді. Оның үстінде денсаулық та келмейді. Кешесі ауырып больницадан шыққанда жақында ғана міне. Енді өзімде денсаулығым жоқ міне. Аяқты солтақтатып жүрміз сол. Бір ұлдың жырыменен. Ұлдың жырынан бұрын осы әкімдіктердің, мына жоғары жақтағы басшылықтың Тоқаев бастаған өкіметтің істеп отырған қылығына қарап, ішің ашиды. Халықты бетімен жіберді, өздері бетімен өздері бетімен жүр. Ешкім қара халыққа жан ашитын адам жоқ. Міне, мәселе осы.